Әл-Фараби шығыс медицинасы ауыр беміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Бүгін біз омыртқа аралық тескілердің тіндерінің зақымдалуынан туындайтын грижа және астрохондроз, сколиоз туралы өз шағын лекциямызды бастаймыз. Демек, осы омыртқа аралық дискілердің зақымдалуынан, тіндердің зақымдалуынан осы патология сақталады екен. Демек, оны тудыратын факторлар біріншісі тұқым қуалау. Генетикалық жақтан айтқан кезде тұқым қуалап келеді. Енді екіншісін айтатын болсақ, онда омыртқа жарақаттары. Омыртқа жарақаттары деп біз нені айтамыз? Омыртқа жарақаттары биік жерден сығырап түскен кезде, қатты аяқтың соғылуынан секіріп түскен кезде, осы бел омыртқа, кеуде омыртқа, мойын омыртқамыздың зақымдалуынан биік жерден түскен кезде, секіріп түскен кезде, жаңа баспалдақтан түсіп келеді, бір жерді қисық жерді басып қалған кезде, ауыр затты көтеріп қалған кезде беліміз сырқырап кетеді, сырт ете қалады. Осыдан ұзақ уақыт өткеннен кейін бізде жаңағы бел омыртқа жарақатынан аурулар пайда боласады. Енді оның тағы бір түрі зат алмасудың бұзылуы. Біз күнделікті ішкен жеген тамақтарымыздың адам денесіне сіңуі, жаңағы амин-нуклеин қышқылдарының бөлініп шығуы, осылардың барлығы адам ағзасына жетіспеушіліктен осындай зат алмасу әрекеттері бұзылғаннан кейін біздің сүйегімізге, жаңағы тіндерімізге жетіспеушілік пайда болады. Жаңағы фосфордың, калийдің, кальцийдің, магнийдің сүйекке жетіспеушіліктен сүйек бостық жағдай туындайды да бізге кері әсерлерін тудыратын болады. Мінекей бұл осы зат алмасудың әсерінен туындайтын жағы. Өнен кейінгі дене белсенділігінің болмауымыз, белсенді қимылдамаймыз. Бір жерде отырсақ, мәселен бұған мұғалімдер, жаңағы үкімет саласында жұмыс істейтіндер, тұрып магазинде тұратындардың барлығы дене белсенділігінің болмауы, отырып алып жұмыс жасайтындар. Ұзақ уақыт отырғандар. Мәселен, бухгалтерлерде мойынның астрохондрозы былай үлкейіп кетеді. Жаңағы шондайынан нервтер, сидиалищный нерв дейміз, осылардың зақымдалу секілді факторлар туындайды. Мінекей бұл жаңағы дене белсенділігінің болмауынан. Тағы бір факторымыз жаңа жүктілікті айтуымызға болады. 9 ай 9 күн жаңа 6-7 килограмм салмақтағы нәрестені көтеріп, 9 ай 9 күн, мына біздің ата-бабамыз 271 күн деп мұны ана мен бала жылы деп атаған ертеректе. Осы 271 күннің ішінде бұлар зақымдалудан пайда болады. Зақымдалудан жаңағы жүктілік кезінде жаңағы диск аралық тіндердің зақымдалуы пайда болады. Міне осы арқылы бізге астрохондроздың туылуын, грижаның туылуын факторларын келтірген. Сонымен күйзеліс дейміз, психологиялық жақтан көңіл-күйдің бұзылуы, бұлар да әсер етеді. Одан кейін шамадан тыс шаршау. Біз бір нәрсені тезірек бітіріп етсек, осын түк қалдырмай істеп жіберсек, осын бізге қандай тезірек бітірсек деп, бірақ біздің дене қуатымыз, энергиямыз сарқылады. Сосын барып отыра қалғаннан кейін денеден шыққан тер қайтадан өзімізге суық болып кіреді. Бұл астрохондроздың пайда болуына әкеп соғады. Енді ең үлкен фактордың бірі артық салмақ деп айтамыз. Біздің өзіміздің дене бітімімізге қарай біздің салмақтарымыз болады. Осы салмақтарымыз бұзылғаннан кейін бізде артық салмақ қалыптасады. Міне осы омыртқа аралық дисктердің тіндерінің зақымдалуын келтіріп шығарады. Ауыр салмақ. Мәселен 60 килограмм болса, 90 килограммға шығып кеттік. 90 килограммдық бірде 80 болса, 80 килограммда 90 килограмм қалыпты салмақ болса, біз 120 килограмм салмақ жинап алдық. Осының барлығы мына омыртқа аралық дисктердің зақымдалуына, тіндердің зақымдалуына әкеп шығады. Бұнда тек қана бұл тіндер емес, бұнда артерия тамыры бар, вена тамыры бар, жаңа бұлшықеттер бар, сіңірлер бар, тарамыстар бар, мына диск аралығындағы шеміршектер бар, оның сыртын қоршап тұратын шеңбердегі ұлпа тіндер бар. Осылардың бәрі зақымдалғаннан кейін бізге кері ықпал тудырады. Одан кейінгі зиянды әдеттер. Мәселен, әзір кезде зиянды әдеттеріміз көп болды. Жатып алып, қисайып жатып, телефон көретін, болмаса қисайып жатып, түзгі емес, беліміз қисайып жатып, былайынан үстелге балалар, оқушылар бүйтіп, партаға бүйтіп жатып алатын, болмаса бір иығына сөмкені асып, былайынан қисайып кететін, осындай факторлар бізде көп кездеседі. Міне өте ауыр салмақты көтеруден былай қисаю, сколиоздың пайда болуы, өнген жамбаста сүйегінің қисаю, бұның барлығы жаңағы біз айтып отырған буын ауруларының басты факторына жатады. Енді бұл қалай туындайды? Енді мақұл біз енді осыны айтып жатырмыз. Астрохондроз туындауының кезеңдері болады. Бұл қалай туындайды? Бірнеше түрлі кезеңге бөлеміз. Біріншісі жаңағы біздің
остеохондроздың туындайтын кезеңіміз мына шеңбер радиосының ішінде ақ шеміршек болады. Сыртын шеңбер қоршап отырады. Ұлпа тіндері арқылы қоршап тұрады. Осы шеңберіміз зақымдалғаннан кейін алдымен қайтеді, томпаяды. Бұл бірінші кезең. Екінші ісінеді. Омыртқа аралық дискілердің аралық ісінеді. Үшіншісі жыртылады. Төртінші кезеңіне барғанда ішіндегі шеміршек ағып сыртына қарай ағып шығады да грижа пайда болады. Мінекей бұл кезеңдер. Осы төрт түрлі басқыштан өткеннен кейін бізде кәдімгідей патология сақталатын болады. Осыдан кейін бізде ауырсыну, қимылдауымыздың, жүріс-тұрысымыздың, жаңа белім ауырып жатыр, мойның ауырып жатыр дейді. Деген секілді көптеген патологияларды біз ақырын айта бастаймыз. Енді осыны біз мойын омыртқамен бірлестіре отырып, осы омыртқаларымыздың аралық дискілерінің, мынау омыртқа аралық дискілердің зақымдалуынан туындайтын патологиялар, синдромдарды біз мойын омыртқасы бойынша түсіндіретін болсақ, төмендегідей 7 мойын омыртқа арқылы осының туындау патологиясын түсіндіруімізге болады, айтуымызға болады. Мәселен, атланта дейді. Бірінші омыртқа, бірінші ауыз омыртқа дейміз. Ауызымыздың арт жағындағы бірінші атланта дейді. Ауыз омыртқасы дейді. Қазақ халқы оны ауыз омыртқа деген. Енді бұл осы ауыз омыртқасы зақымдалған кезде, бұндағы тіндердің зақымдалуынан, жаңа айтып өттік қой, зақымдалуынан пайда болған кезде қандай синдромдар туындады. Бұнда жаңағы біздің басымыз ауыратын, бас сақинасы болатын, ұйқысыздық болатын, тыныс жолы қабыну аурулар, деміккеге әкеліп соғатын, давленияның көтерілетін, жаңағы миға қан жетіспеушілік. Көрдіңіздер ме? Міне бір атланта мойын омыртқасының өзіндегі бірнеше түрлі симптомдар. Ал енді жаңа бас ауруының өзін бірнеше түрге бөлуге болады. Бұл жерде бас сақинасы деген кезде мен Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыздың 360 градустық қағидасы бойынша 24 сағатқа бөлген кезде біздің басымызды бір шеңбер деп айландыратын болсақ, Әбу-Насыр әл-Фарабидің теориясы бойынша мен соның төбе нүктемізді шеңбердің радиосы деп былай қарай есептеген кезде 15 градустан бөліп есептегенде біздің басымыздың 24 сағатқа бөліп бас сақинасы ауруының теориясын сол Әбу-Насыр әл-Фарабидің қағидасы бойынша мен дәлелдеп көрдім. Оның дәлелі бар әзірменде. Қалай емдеу туралы да әр сағаттық 15 градус бойынша бет бөлген кезімізде, мәселен 15 градус. Мына ортамызды орта нүкте десек, былай қарай 15 градус, былай қарай 15 градус, тағы да былай қарай 15 градус болып, басымызды бір шеңбермен айландырғанда 24 сағатқа бөлінеді. Сонда жаңа біздің айтып отыратын басымыз ауырады, бас сақинамыз бар, ауырып жатырмыз дегендердің барлығы сол 24 сағат бойынша бөлген кезде, соның жаңағы жоғары жақта айтып өткен жаңағы ұйқысыздық, тыныс жолы қабыну ауруы, давлениенің көтерілуі, сол арқылы біз парықтап, соның алдын алып емдеу шарасын іздестіріп тауып алдық. Бұл Алланың қалауы. Енді екінші мойын омыртқаның қызметіне келсек, екінші мойын омыртқа, мынау екінші мойын омыртқа деп есеге, мынау бел омыртқа, бірақ мойын омыртқа емес. Екінші бел мойын омыртқа былай кеп тізілген кезде, мұнда бұның арасынан шығатын мынау жұлын жүйке жүйесі болады, және қан тамырлары болады. Осылардың қысылуынан, жаңағы тіндердің зақымдалуынан екінші мойын омыртқамызға келген кезде бізде қандай симптомдар пайда болады деген кезде басымыз айналады. Тағы да басымыз ауырады. Ұйқысыздық болады. Тыныс жолы қабыну ауруы болады. Мәселен, көзіміз құрғап кетеді. Мәселен, көзімізден жас шықпай, көзіміз құрғап, сондай жағдай бар. Құлағымыз шуылдап жатыр. Құлағымда бір түрлі уыл бар. Машинаның кіріп кеткен бе, самолеттің дыбысы шыға ма, сондай өңілдайтын бір дыбыс шығады. Сондықтан жүрек соғу ритміміз де бұзылады. Тездейді. Дүп-дүп-дүп-дүп-дүп-дүп деп. Жүрек соғу ритмі де өзгеріске ұшырайды. Міне бұл біздің мойын омыртқамыздың екінші омыртқамыздағы сақталған симптомдар. Ал енді бұлардың өзін талдау жасайтын болсақ, мәселен, құлақ шыңылдаудың өзін алсақ, жүрек жаңағы соғуының өзін алатын болсақ, ол жүрек соғуының өзі бірнеше түрге бөлініп кетеді. QRT, QST деген секілді толқындар несі арқылы бөлінетін болсақ, диаграммалық өзгерістерге салатын болсақ, онда жүректің өзінде көптеген патологиялар сақталып кетеді. Жаңа бас ауруының өзін айттым ғой, 24 сағатқа бөліп тастаған секілді жүректің өзінде де сондай өзгерістер ұшырайды. Мәселен, қол түрі сағып 24 сағат арқылы тексеретін болсаңыз, сіздің жүрегіңізде қандай өзгеріс болып жатқандығын сол уақыт
секундтан шейін көрсетіп береді. Мінекей, екінші мойын омыртқаның зақымдалуынан бірнеше түрлі симптом пайда болады. Анда үшінші мойын омыртқа қалай болады? Үшінші мойын омыртқамыздың өзінен жаңа бастың айдануы, бас ауыру, бас сақинасы, сондай-ақ мына мойын мен иық өрім бұлшық еттерінің зақымдалуы симптомы. Бірнеше түрлі ауыр болып кетті. Мойынның өзінде бірнеше түрлі, иықтың өзінде жаңағы иықтың трапеция тәрізді бұлшық еттері, жауынның бұлшық еттері, мына бұғана бұлшық еттері, мына иықты көтеріп тұратын бұлшық еттер, осылардың барлығы зақымдалады. Оның өзінде жүзнеше түрлі болып кетеді. Ауырларды айта берсек. Көрдіңіздер ме? Осындай патологиялар сақталады екен. Енді төртіншісіне келсек, бас айланады. Төртінші мойын омыртқаға келген кезде бастың айлануы. Ол жерде жаңағы сыну, томпаю, сыртқа қарай томпайып шығу, сосын жыртылу. Міне осы жұлынның ақсұр затын басып жатқандағы, қан тамырларды қысып жатқандағы патологиядан туындайтын аурулар, бұны ескере кетейік. Бас айналу, жүрек айну, қолдың ұюы. Мәселен, міне біздің қолымыз ұйыды. Айтып жатамыз, қолымыз ұйып қалды. Осыдан төмен қарай ештеңе жан жоқ, ұйып жатыр. Мына иық ауырды, иығымызды бүйтіп көтере алмай қаламыз. Иығымызды бүйтіп көтере алмаймыз. Бүйтіп үлкен апаларымыз жаулықтарын бүйтіп байлай алмай қалады. Осындай ауырлар. Сонымен төртінші мойын омыртқамында көздену деп қояды қазақ халқында. Бүйтіп кеш жақын суық тигізіп жатып қалсаңыз, жастық дұрыс болмай қалса, мойының бір жағына қисайып қалады, бұрыла алмай бүйтіп. Жан жағыңа бұрыла алмай, мойын көзденіп қалды дейді. Қазақ халқының ол ырымдай кербез аялдың атынан бүйтіп иіліп сәлем бер, сөйсең сақайып кетеді дейді. Ондағы мақсат не? Біздің мынау миымызға, гипофиз безімізде жаңағы ойлау, түйсік, сезім жүйелеріне әсер ету арқылы бұлшық еттерді босату, нервтерді ояту арқылы бұлшық етті босату. Мына мойын бұлшық еттері. Мойын бұлшық етінің өзі күрделі. Мына біздің кеудемізді көтеріп тұр. Тыныс алған кезімізде деген кезімізде мына кеудемізді көтереді. Қайтадан жел шығарған кезде түседі. Осы кеудемізді көтеріп тұрады. Мына қабырлар арқылы, бұған арқылы, төс сүйек арқылы біздің 12 қабырғамыз көтереді, жаңағы кеуде омыртқамыз арқылы түсіреді. Міне әрі кеудені қорғайды. Ал енді бесінші омыртқаның функциялық қызметі қалай? Мына бесінші омыртқаның тіндері зақымдалғанда, одан кейін жаңағы жұлын жүйке жүйесін қысып қалғанда, қан тамырларды қысқанда, зақымдалғанда, тарамыстар зақымдалғанда, ол жерде патология сақталады. Сіңген кезде, қабынған кезде, бесінші омыртқа келген кезде кеудеміз қысылады. Кеудем қысылып тұр. Жүрегім атқалақтап, кеудем қысылып кетті. Есік терезені ашшы, есікті ашып қойшы деп айтып жатамыз. Не осының барлығы жаңағы біздің сосын жаңа құсқым кеп тұр дейді. Иық мойын аурулары, сосын алақандардың, қолдардың алақандардың сініп кетуі, қолдардың шеткер нервтердің барлығына соқ дейді. Мына білезік нервтері бар, мынаның ішіндегі нервтер бар, ол жерде жаңағы лимба түйіндері бар, ол жерде жаңағы вена артерия тамырлары бар, сіңірлер бар, тарамыстар бар, жұмсақ тіндер бар, осылардың бәрі зақымдалды деген сөз. Мінекей ол бесінші омыртқамызға келген кезде оның функциялық қызметтері қалай екен? Тыныс жолымыз, кеудеміз қысылады екен, тыныс алуымыз нашарлайды екен, жүрек соғуымыз көбейеді екен, жүрегіміз айниды екен, иық қолдарымыз ауырады екен, соңында барып алақандарымыз, саусақтарымыз сілуге апарады екен. Енді алтыншы омыртқаға, мойын омыртқа туралы сөйлеп отырмын. Алтыншы мойын омыртқада жаңағы қан қысым қысылады. Келе жатқан қан жоғары жақтан барғай қысып келе тұр ғой. Жаңағы жұлын жүйке жүйесін қысты, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші омыртқада қан тамырларын қысты, жаңағы сыну пайда болды. Оған кезде жаңағы қанның қысымы төмендейді не жоғарылайды. Қан қысымды көтеріп етеді. Жаңағы иықтардың ауыруы, жаңағы мына саусақтардың ұюы. Саусақтар не үшін ұйыды? Мына жақтан қан келмей жатыр. Қан келмегеннен кейін нервтер сигнал берді, мына жерге қан жетіспегеннен кейін ұю пайда болды. Мына жақтан қысылып қалды деген сөз. Сосын ұйғылар пайда болады екен. Бұның барлығы не? Біздің алтыншы мойын омыртқамыздың функциялық қызметтері бұзылып жатыр дегенді еске алады екенбіз. Одан кейін жетінші мойын омыртқаға келген кезде кеудеміз қысылып, тыныс жетіспей қалады. Кеудем қысылып бара жатыр, тыныс жетіспей бара жатыр деген кезде біздің жетінші мойын омыртқамызда үлкен патология сақталды деген сөз. Сонымен қатар жаңағы төртінші, бесінші мынау өзі 1, 2, 3 бұл өзі айырым айтылатын дүние. Одан кейін 4 пен 5 ортан қолмен шынышақ. Осы ортан қолмен шынышақ ұйыйды. Мына иықтарымыз ауырсынады. Иық көтертпейді. Мына 4-ші, 5-ші саусағымыз, 4-ші, 5-ші саусағымыз ұйый бастайды. Мінекей, біз осы мойын омыртқадағы
жеті омыртқаның өзінен, әзірдің өзінде мен 40-қа жақын симптом айттым. Ол 40 түрлі симптомның үшін бөліп жіберетін болсақ, бірнеше түрлі синдром болады да, одан туындайтын патология, оны емдеу жолдары бір-біріне ұқсамайды. Ал енді қалай емдейміз? Бұны семьялық жағдайда емдеу мүмкіншілігі аз. Ал енді бұны міндетті түрде, жүйелі түрде бұны қалай диагностиканы жасаймыз? Емдеуден бұрын біз анализ тапсыруымыз керек. Жаңағы әзір бізде ғылым техника дамып жатыр. Компьютерлік томография бар, МРТ бар. Осы арқылы біз тексерілген кезде біздің жаңағы омыртқаралық дисктеріміздің, тіндеріміздің зақымдалуы, басқа да синдромдарды, симптомдарды, патологиялардың біз барлығын осы аспаптық тексеру арқылы білеміз. Қосымша қан анализін да көру керек. Қан анализін көріп, қан анализінде қандай өзгерістер болып жатыр. Мәселен, ақуыз қалай, жоғары ма, төмен бе, ондағы жаңағы қызыл қан түйіршігі, ақ қан түйіршігі, жаңағы лимфа бездерінің қабыну бар ма, тромбоцит қалай болып жатыр деген секілді. Осындай факторлар, сонымен соя, мәселен, қанның ұйыл жылдамдығы қалай болды. Осы секілді бірнеше түрлі факторды көріп, жаңағы микроэлементтерді көруімізге де болады. Егер ішкерлей анықтаймыз десек, микроэлементтерді көретін болсақ, онда біздің ағзамызда қандай ауру болса да, оның туындап жатқан факторларын анықтағаннан кейін барып, біз ем шара қабылдаймыз. Қалай емдейміз? Біз шығыс дәстүрлі медицинасы жолдарымен, Әл-Фараби шығыс медицинасы келіп ем шара қабылдауларыңызға болады. Мұнда акупунктур дейміз, алтын ине, массаж, буылаудың түрлері, чөппен буылау, сумен буылау, құрғақ буылау деген түрлері бар. Өзіміздің қазақтың дәстүрлі медицинасында қолданылып жүрген ем шараларымыз. Сонымен бірге шөп дәрілер. Иммундық жүйені көтеру арқылы, жаңағы сүйек постық ауруларына қарсы препараттар қолдану арқылы ем шарасын қабылдаймыз. Бастысы, бұл лекциям сіздер үшін қолайлы болып, сіздердің көңілдеріңізден шықса, бір-бірлеріңізге таратып, пікір жазып, бөлісіп, осыны халқымызға жеткізіп қоюларыңызды сұраймын. Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Бізде екі түрлі ем шара қабылдаймыз. Бірі аналарға арналған дәрігер Гүлбағи Оразбекқызы, 25 жылдық тәжірибесі бар, косметикалық медицинамен айланысады. Онда жаңағы аурудың факторларына қарай қан анализ, аспаптық тексеру нәтижесі бойынша пышақсыз ажымды кетіру жолдарын ұсынады. Екіншісі, өзім ем шара қабылдаймын. Телефон нөмірім, адресіміз астына жазып қоям. Алматы қаласында телефон нөмір 8775 235 9788. Гүлбағи Оразбекқызының телефон нөмірі 8702 718 23 82. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Әл-Фараби шығыс медицинасы.